Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтар, барша көрермендер. Қашаған Күржіманұлы атамыздың 180 жылдық тойының қарсаңында және сөз бен саз бағдарламасының 5 жылдық аясында өтіп жатқан Бердіхан Әлмен ағамыздың ұйымдастырып жатқан конкурсына мен де қатыспақ ниеттемін. Осы орайда Мұнайлы ауданы Қызылтөбе ауылдық мәдениет үйінің атынан қатыспақпын. Есімім Болатбек Байпақов. Мен профессиональный түрде әнші, термеші, жыршы емеспін. Сондықтан қатысынамауларын сұраймыз. Қашаған атамыздың тойы құтты болсын. Қашаған атамыздың той бастарын орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Жиналып халқым құрылсаң, сөйле деп бізге ұйғарсаң, бұл тойдың көркін айтайын, ей той болады дегеннен. Халыққа хабар таратқан, ят жүрегін жаратқан, әшекейлеп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақта тігіп ат жапқан, ай шыршысы болса жырлатып, аламан басын құрлатып, ай жақсыларға тыңдатқан. Айтысы болса айтысып, тартысы болса тартысып, бұда тәуір болатын, ай жігітке түн қатқан. Жиналған топтың құралын, ай шыршыдан өнер сұрадым. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болсақ, қандырайын көптің құмарын, ай шын шабытым келген соң. Ағының тасты аударған, ай мен қайнар өзен бұлағын. Той адамның қазынасы шыттанып неге қиылған, ақ бұйрығы теген бар, ай құлап қойсаңдар келіске. Адам ата жұттанып, ай хауананы алғанда, Исраиль Мәкәйелей, некесін қиған періштеңей. Айтамын хабар қиырдан, ешкімнен қорқып тыйылман. Расулла пайғамбар, ай Хадишаны алғанда, ақ некесін қисін деп Шәбелге Алла бұйырған. Сол септен неке қиылған. Қыз бала сізге айтайын, сүрт жинап қызық той еткен. Атымтай жомарт салған жол, ай бақыт пен дәулет қонған жол. Арғымағаттай сәнденген, бойыңды төзеп бәнденген. Тотыда құстай таранып, бойыңды төзеп бәнденген. Өтейін деп те отырсың, ай абдырлы алғаш төрлерден. Абайласаң айып жоқ, ай дүнияның дүлдүлсінген. Ренжемеймін бақытсыз, мақтаманадан кісіңді, риза бол анаңа, ай миқына кетіп ай сақтаған. 9 ай 10 күн ішінде дүнияға сені шығарды. Перзенті болдың қуанды, періште көңіл пәктікпен. Ақ сүтін сорып жұбандың, ай бесікте жатып мазалап. Әбелеп-селі өсірді, тәрбиелеп тазалап. Және де көңілі шат болды, көтеріп алып сүйгенде. Жүруші еді жаным деп, сүюші еді балым деп. Жылыда шырай танытып,